Қайырлы күн достар, сіздермен мен Мадина. Бүгін мен сіздермен қазіргі хит десерт трайфлдың рецептісімен бөліспекшімін. Ол сондай нәзік, дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәл осындай 3 қорапша сіздерде де шығады. Видеомның соңына дейін қарап, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді алып, електен өткізіп қосып аламыз. Ол ұн, какао және разрыхлитель. Міндетті түрде електен өткізіңіздер, сол кезде бисквит жақсы көтерілетін болады. Одан кейін сұйық ингредиенттер 3 жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Осындай ақ көпіршік пайда болуы қажет. Енді осы қоспамызға сұйық майымызды, сүтімізді қосып, жақсылап миксерлейміз. Сүттің температурасы маңызды емес. Дайын болған құрғақ ингредиенттерімізді біртіндеп қосып отырамыз. Мен 2 бөліп салдым. Сіздер де солай жасаңыздар. Сол кезде бисквит өте жақсы болып шығады. Тағы да айта кететін жайт, какаоларыңыз өте сапалы болуы қажет. Менде рахат какаосы. Сіздер де сол какаоны алғандарыңыз жөн, себебі қаныққан шоколадты түс береді. Тегінімізге пергамент қағазын төсеп, осылай құйып, қасықтың көмегімен біркелкі етіп шығамыз. Одан кейін духовкамызға 180 градуста 30-35 минутта жібереміз. Менде әсел пеші 30-35 минут аралығында. Менде осындай корж пайда болды. Корждың піскен-піспегенін тұшыққыштың көмегімен анықтап білуге болады. Тұшыққышымызды салған кезде ешқандай нәрсе жабыспай шықса, яғни коржымыз дайын. Енді креміне келетін болсақ, 2 стакан сливкиға банка вареный сгущенкамызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Осындай консистенциядағы крем пайда болады. Трайфлымызды салатын арнайы қорапшаларымызды алып, корждарымызды жайғастырамыз. Егер сіздерде ондай қорапшалар болмаса, қолдағы бар заттармен қолдана берсеңіздер болады. Енді салмасын мен 3 түрлі жасадым. Біреуін крем чиз, яғни творожный сырмен жасаймын кремін. Алдағы уақытта оны көрсететін боламын. Осылай дайын болған кремімізді үстіне жағып, одан кейін сәл кішкене тағы да үстіне корж сеуіп, үстіне креммен тағы да жаптым. Бұның салмаларын өздеріңізді үйде бар заттармен, қалаған заттарыңызбен жасап, әсемдесеңіздер болады. Мен осындай варенкалы сгущенкалы креммен 2 қорабымды жасадым, ал 1 қорабымды өзгеше креммен жасадым. Міндетті түрде жасап көрсеңіз болады. Яғни 1 стакан сливкиге 100 грамм сахарный пудраны қосып, жақсылап миксерледім. Ақырындап қою консистенция пайда бола бастаған кезде 250 грамм немесе 200 грамм творожный сырымызды қосып, қою консистенция пайда болғанша жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Міндетті түрде осы креммен жасап көріңіздер. Дәмі сондай күшті, керемет болып шығады. Менің отбасым сүйіп жегендіктен 2 түрлі креммен жасадым. Мінекей біздің осындай креміміз дайын болды. Оны қасықтың көмегімен үстіп араластырып аламыз. Коржымызға аздап грек жаңғағын сеуіп, бетіне кремімізді жағамыз. Бетіне құятын шоколадты глазурьді дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм сливки мен 1 плитка Қазақстан шоколады керек болады. Баяу отта қойып, отырып араластырамыз. Асты жабыс қалмау үшін жиі осылай араластырып тұрамыз. Мінекей біздің шоколадты глазурьіміз дайын болды. Оның суығанын күтеміз. Суымай құйып жіберсеңіздер, кремдеріңіз ағып кетеді. Сол себептен 5-7 минут шамасында суытамыз. Суыған шоколадты глазурьімізді осындай кондитерлік мешоктың көмегімен бетіне жағып шығамыз. Сіздерде болмаса, қолда бар затпен қолдана берсеңіздер болады. Үлкен қасықтың көмегімен осылай шоколадтарымызды тегістеп шығамыз. Трайфлдың бетін толық қанды шоколад қаптауы қажет. Сол кезде трайфлдарыңыз өте дәмді болады. Ал енді әсемдеуіне келетін болсақ, менде сникерс, банан және грек жаңғағы. Сіздер өздеріңізде үйде бар заттармен, қалаған заттарыңызбен әсемдеп әрлесеңіздер болады. Мінекей менде осындай 3 әдемі, дәмді, дәмі тіл үйретін 3 трайфл пайда болды. Сіздер міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер.
Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, видеома назар лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әрқайсыңызға міндетті түрде жауап беретін боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.